Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен мен Флейнди. Бүгінгі видеода бізде қысқа туториал болады, қалай мастерді көтеру жайлы. Бұл способ арқылы мен мастерді бір күнде апат еттім, ал сендер бұны бір аптаның ішінде мастер көтере аласыңдар. Так что видеоны алыстамай до конца көріңіздер. Кеттік видеоролигімізге. Сендерге бүгінгі видеода мен сіздерге 5 совет айтатын боламын. Осы 5 советтің арқасынан мен мастерді бір күндік апат еттім. Мақтанған емес, достар, мақтанған емес. Сендерге пример болу үшін мастерді бір күнде апат еттім. Алдыңғы сезонда, осы сезонда мастерді соңында көтеретін боламын. Ну вот, мен платина 1 болдым. Вот, платина 1 болдым. И в общем мен не істедім. Бірінші советім лут. Өте жақсы лут болмаса, достар, сендер пикка секірсеңіздер де, клокты бір секірсеңіздер де, хотя бір килл істейсіздер, бірақ сіздерді арттан келіп өлтіріп тастауы мүмкін. Так что мен қайда секірдім? Мен зеркқа секірдім, то есть қасындағы плантион деген жер. Сол плантион деген жер ұлтат етем, и кладбищеға дейін шетіндегі желердің барын ұлтат етіп барамын, и сол лут арқылы, короче, соларға кіремін. Вот бірінші советім болды. Және сіздерге болады Кейптаунға секіруге, Марс электрик, немесе обсерваторияға болады. Бірақ ол кейбір жерлер опасный болды. Бірақ плантион деген жер, достар, самый безопасный для меня. Өйткені плантионнан сливация етіп көрмеген, достар. Бір рет болсын сливация етіп көрмеген. Номер 2 советім. Енді ультация етіп болдық. Енді не істейміз? Енді бізге килл емес, достар. Енді ұлттан кейін сіздер киллға жүгірмеңіздер. Вот керек жоқ, достар, киллға жүгірмеңіздер. Егер алдарыңызда адам болса, атсыңыздар. Вот. Енді советім осылай. Зонаны күтіңіздер. Зона пайда болады картада. И сіздер зонаның ішінде болсаңыздар, сол зонаның сужаться етілгені күтіңіздер. И зонаны чекать етіңіздер. Сужаться етіліп болсын кейін. Зона сужаться етіледі. Соң ішіне кіресіздер, тағы да зона чекалка табасыздар. Сол зона чекалкамен содан кейін тағы да зонаны қарайсыздар. Ал егер зона чекалка болмаса, сіздер картаны ашып, примерно зонаның қайда болатынын ойланып кішкене қараңыздар. И мен каждый катканы ойланып қараймын. Уже где-то мен Free Fire'да, короче, бірінші попыстан бері ойнап келеді, бұл мақтанған емес, достар. Содан бері мен зонаның қалай кішіретінін білдім уже. Вот. Так, үшінші советім, достар. Ол зонаға кіргесін кейін, достар, сіздер ашық зонада көп жүгіремеңіздер. Препятствиямен жүгіреміздер. Ну, ашық зонаға по-любому жүгірек боласыздар. Қолдарыңызда 10 стенка болсын, 20 стенка болсын, бәрібір ағаш, тас, не бар, соның қасына жүгіріп жүріңіздер. Зонаға кіретін болсаңыздар, обходить етіп барып кіріңіздер. Вот, достар, а то қанша стенка болсаңыздар да, ол стенкаларың сіздің, достар, не бесконечный, ал тас пен жаңағы ағаштар ол бесконечный мәңгі тұра береді солай. И 4-ші советім, достар, сіздер килл істедіңіздер, нормально, ультация еттіңіздер, зонаның қарадыңыздар, енді тактика. Енді зонаға жүгіріп келатқан байқұс балаларды, адамдарды зонадан күтіп алыңыздар. Препятствияға тұрып тұрасыздар, оттяжка бересіздер, стенка қоясыздар, граналап тұрасыздар, жүгіріп келіп раштайсыздар, өлтіресіздер, сразу стенка қойып, хп көтересіздер, немесе грибы жеп аласыздар. Тактика бойынша, егер адамдар сол жақта атысып атса, сіздер жаңағы оң жақпен обходить етіп, бір тастың артына тығылып алып, зонаға кіргізбеңіздер. Ата беріңіздер, бәрі зонаға кіргізбейтіндей ғып стенка қойып, общем, тактикамен жұмыс істеңіздер. И 5-ші советім, достар, оттяжка және мансовать. Мансовать ету керек, сіздер любой игр мансовать ету керек. Бұна джойстик бар ғой, Free Fire'дағы. Джойстикті вообще ұмытыңыздар, достар. Джойстикті қана ұлтат еткен кезде алмасаңыздар, джойстикпен вообще жүгірмеңіздер. Чисто қолдарыңызға сковородка, кулак, қылыш таб алыңыздар да. И все. Тез жүгіріп спринтті басып секіріңіздер. Каждый жүгірген жеріңіз секіріңіздер. Грибі жетіңіздер, отпечка, үйзет еттіңіздер, отырыңыздар. Потому что сіздің бастарыңызға боттар атып тастаяды. Өйткені олар көздеп тұрады да, атып жібереді, өлтіреді, и сіздер боттан өліп қаласыздар. Сондықтан тез мансовать етіп үйреніңіздер. Және де оттяжка. Оттяжканы қалай настроить ету жайлы менде скоро видеоролик болады. В общем-то, сол жайлы скоро видеоролик болады. Сіздерге оттяжка істеп үйрену керек. Хотя бы басқа бір рет болсын тегізу керексіңдер. Хотя бы қыпысын азайтып болсын. Вот, достар, осы 5 советтің арқасында, достар, мен қалай екен білмеймін, мастерді көтердім бір күнде. Менің каждый киллдарымның бәрі
топ 1, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5-тен түспей, в общем, 7-8 жылдан көтердім алдыңғы сезонда. Ал достар, егер сіздерге советтерім ұнаса, тағы да видеоларды көргілеріңіз келсе, тағы да қалай мастер көтеру, немесе оттяжка істеу, қалай мансовать ету, қалай тез-тез двигаться ету жайлы видеоларды көргілеріңіз келсе, то лайк басыңыздар, колокольчикті басыңыздар, арнаға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Ал сізден болған мен Фленди. Пока-пока. Чао.